Assalamualaikum dostlar, қалдарыңыз қалай? Менде бәрі жақсы. Бүгінгі видеода біз мен тауықтарым жақсы туу үшін не беремін деген видео. Ал бас. Менің дәл қазіргі сәтте тауықтарым дұрыс тумай жүр. Алдында менде жем бітіп қалып, кебек қаздарға беріп жүрген кебегім бәрі содан дұрыс тумай қалды. Күніне бір 10 шақты жұмыртқа туып жүр. Содан кейін мен несушка деген жем сатып алдым. Bir мешогы 25 килограмм, 4100 теңгеге. Енді осыдан айтады бәрі, осыдан жақсы туады деп өзім мен тексеріп көрем. Мен осылай 2-3 күн бұрын сатып алдық. Осыны қазір беріп жүрмін. Кім осындай жем беріп көрді? Комментарий жаза кетіңіздер. Осының результаты бар ма? Жақсы туа ма екен тауықтар? Сіздер қазірде өз тауықтарыңызға не бересіздер? Айтып кетіңіздер. Сосын тауық жақсы туу үшін не істесек болады? Комментарийға өз ақылдарыңыз жаза кетсеңіздер. Не білесіздер соны? Мен тауықтарым тек осы 2 ұяға туатын болған. Мына қалғаны 4 ұяға тумайды неге екені. Санап алыңыздар. Қанша? 1, 2, 3, 4. Қазір фонарь қосып жіберейін. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Міне жемдерім салдым. Бүгін Атырауда енді шамал салқындау болып тұр. Қаздың жұмыртқаларын салып қойдым. 17 тауықтікін санап жатыр. 18, 19, 20, 22. Bir 3 күндей болды. Шынымды айтайын, бұл кішкене енді жаман көрсеткіш. Сондықтан осындай жем алуға тура келді. Өздеріңіз білетіндей, бұл жемдер қазір барлық қымбаттап жатыр ғой. Осы жемді әйтеу басқа жемдерден гөрі жақсы жейді аппетитпен. Егер сіздердің тауықтарыңыз дұрыс тумай жүрсе, осындай жем беріп тексеріп көріңіздер сіздерді. Жақсы мәні тауым жұмыртқа тойын деп қорқылдап жүр ғой, дауысын естіген шығарсыздар. Туысын онда мешет етпей қойайық. Сол қаздар менді тіл көзден сақтасын, өте жақсы туып жүр. Күнара 3 туады. Бүгінде 3 тутқа көрсетіп жіберейін. Әлі жұмыртқасын ядан алған жоқпын. Дала бізде қатты жел. Тауықтар мына жақта да жүр. Міне 3 жұмыртқа тұрып біткен. Бұлай жабық тұрды осылай. Бұлай ашқанда осы 3 жұмыртқа тұрды. Енді осыны инкубатора бұйырса салам. Егер де сіздерге қаз балапандары керек болса, мен номерімді білесіздер. Білмейтіндер болса, тағы да қалдырып кетем. Осы менің номеріме соғып, қаз балапандарын алдын ала жазылып қойсаңыздар болады. Бұйырса шығады ғой 9-ы. Ертерек хабарласып қойыңыздар. Себебі клиенттер сразу алып кетуі де мүмкін. Міне 3 жұмыртқа алып кетейік. Далаға шығарса бұлар рахаттанып, бір немесе іздеп жеп жүреді әйтеуір. Бірақ мұндай желді күні өте жаман шығарған. Осы жерге жинап жүрем. Міне 3 күндік
Şkafta turibdi. Bunda tag'ir жұмыртқа бар edi. Mena жерде, men ana жерге qo'yib ketgan bo'ladim. Туған соң кеше. Мен 3 күндік жұмыртқалар қаздыңна тауықтықпен қоспаған. Мен 3 күнде осынша қаз суды. Оларға вообще жуынды берем, жуынды бергеннен кейін кебек берем. Сосын уже кешеден бастап мен осы жемді де оларға қоса бастадым. Мына жемнен менің қаздарым шүкір жақсы туып келе жатыр. Қаздарға да салып қояйын. Тауықтар жүріп кел. Қаздар кіргізейін. Сіздер өз тауықтарыңызға не бересіздер? Соны комментария жаза кетіңіздер. Қандай әдіс айлалар қолданасыздар? Тауықтарыңыз жақсы тұру үшін. Комментария өз ойларыңызды, пікірлеріңізді бөлісіп кетсеңіздер. Рахмет. Маған қызық болар еді. Соң өзім де қолданғым келеді. Тәжірибесі көп адамдар жаза кетсеңіздер. Мен өзім 2020 жылы бастадым басында. 2019 жылдың аяғында қыста бастадым. Январ айларында содан бері асырып келе жатырмын. Қараңыз ака. Қаздарыма да осы несушка жем беріп жүрмін. Достар осы. Егер де видео ұнаса лайк басып, тіркеліп қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған мен Марус. Сау болыңыздар.